Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы күрделірек теңдеуді шешу. Сабақтың мақсаты күрделірек теңдеуді шешудің жолдарын үйрену. Бейнебаянға назар аударамыз. Бүгін біз теңдеудің күрделірек түрін шешуді үйренеміз. Балалар мен ересек адамдар 2 автобуспен экскурсияға барды. Бірінші автобуста бірнеше ересек адам мен 3 бала болды. Ал екінші автобуста 2 ересек адам және 7 бала болды. 2 автобустағы орындар саны бірдей. Ересек адамдардың санын табу үшін теңдеу құрамыз. Белгісіз ересек адамдарды X деп белгілейміз. X қосу 3 өрнегі бірінші автобустағы орын санын білдіреді. 2 қосу 7 өрнегі екінші автобустағы орын санын білдіреді. Бірінші және екінші автобустағы орындар саны тең. Бізде күрделі теңдеу шықты. Бір белгісізі бар теңдіктің теңдеу деп аталатынын білеміз. Теңдеуді шешкен кезде белгісіз сан табылады. Күрделі теңдеуде белгісіз санды қалай табамыз? Алдымен теңдеудің сол жағын жазып аламыз. Ал оң жағын есептеп, мәнін табамыз. 2-ге 7-ні қоссақ, 9 болады. Теңдеудің оң жағына 9 деп жазамыз. Міне, қарапайым теңдеуге айналды. Енді мәнін табуға болады. X тең 9 азайту 3. X 6-ға тең. X-тің мәнін тексереміз. Ол үшін X-тің мәнін теңдеудің берілгеніне қоямыз. 6 қосу 3 тең 2 қосу 7. Есептеп алып, салыстырамыз. 6 қосу 3 тең 9. 9-ды теңдеудің сол жақ астына жазамыз. Оң жағын есептейміз. 2 қосу 7 тең 9. 9-ды теңдеудің оң жақ астына жазамыз. Салыстырамыз. 9 тең 9. X-ті дұрыс таптық. Есептің сұрағына жауап береміз. Бірінші автобуста 6 ересек адам болды. Теңдеуді келесі қадамдар арқылы шешіп көр. Бірінші қадам. Алдымен теңдеудің оң жақ бөлігін шеш. X бөлу 5 тең 7. Екінші қадам. Теңдеуді шешу үшін белгісіз бөлінгішті табу керек. Үшінші қадам. Белгісіз бөлінгішті табу ережесін есіңе түсір. Белгісіз бөлінгішті табу үшін бөліндіге бөлгішті көбейту керек. Төртінші қадам. Теңдеуді шеш. X бөлу 5 тең 7. X тең 7 көбейту 5. X тең 35. Бесінші қадам. Тексеруді орында. 35 бөлу 5 тең 49 азайту 42. Бөліндінің мәні де, айырманың мәні де 7-ге тең. Теңдеу дұрыс шешілді. Теңдеудің неше түрі бар? Ұқсастығы неде? Айырмашылығы неде? Теңдеудің 2 түрі бар. Қарапайым және күрделі теңдеу. Ұқсастығы екеуі де теңдеу. Айырмашылығы қарапайым теңдеу 1 амалмен орындалады. Ал күрделі теңдеу 2 амалмен немесе одан да көп амалмен орындалады. Оқулықтың 64-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Теңдеудің қалай құрастырылғанын түсіндір. Таразының
сол жағы мен оң жағы теңестірілген. Таразының сол жағында x килограмм және 25 килограмм берілген. Таразының оң жағында 38 килограмм берілген. X пен 25-тің қосындысы тең болады 38 килограмм деген теңдеу шықты. Бұл қандай теңдеу? Я, қарапайым теңдеу. Қарапайым теңдеу неше амалмен шығады? Дұрыс айтасыңдар, бір амалмен шығады. Екінші суретке қараймыз. Теңдеулерді салыстыр. Оларға не ортақ және қандай айырмашылықты байқауға болады? Таразының сол жағында x килограмм және 30 килограмм берілген. Оң жағында 20 килограмм және 38 килограмм берілген. Таразының екі басы теңестірілген. X килограмм мен 30 килограммның қосындысын x пен 30-дың қосындысы деп аламыз. 20 килограмм мен 38 килограммның қосындысын 20 мен 38-дің қосындысы деп аламыз. X пен 30-дың қосындысы тең 20 мен 38-дің қосындысына. Қандай теңдеу шықты? Күрделі теңдеу шықты. Күрделі теңдеуді қалай шешеміз? Теңдеуді бірден шешуге бола ма? Жоқ, бірден шешуге болмайды. Бірінші амалдарға қараймыз. X пен 30-дың қосындысының өзін жазамыз. Теңдіктің оң жағындағы 20 мен 38-дің қосындысын орындап аламыз. Сонда 58 шықты. X пен 30-дың қосындысы 58-ге тең. Қандай теңдеу шықты? Қарапайым теңдеу шықты. Біз қарапайым теңдеуді шешуді білеміз. X тең 58 мен 30-дың айырмасы 28-ге тең. Тексереміз. 28 мен 30-дың қосындысы тең болады 20 мен 38-дің қосындысына. 58 тең 58. Сонымен қандай ереже шығаруға болады? Теңдеудің күрделірек түрін шешу үшін алдымен есептеуді орындап, қарапайым түрге келтіріп алу керек. Жарайсыңдар, балалар. Екінші тапсырма. Сурет бойынша теңдеу құрастыр. Таразының сол жағында 15 килограмм қант, 9 килограмм күріш, x килограмм тары берілген. Оң жақ басында 30 килограмм ұн берілген. Таразының екі жақ басы теңестірілген. Теңдеуді қалай құрастырамыз? 15 пен x-тің қосындысына қосамыз 9-ды. Тең болады 30-ға. 15 пен 9-дың қосындысы 24. 24 пен x-тің қосындысы тең болады 30-ға. Қандай теңдеу шықты? Қарапайым теңдеу шықты. X тең 30 пен 24-тің айырмасы 6-ға тең. Тексеремін. 15 пен 9-дың қосындысына қосамын 6-ны. Тең болады 30-ға. 30 пен 30 тең. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді қатені табу ойынын ойнаймыз. Дұрыс теңдеуді және қате теңдеуді табасыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сонымен бүгінгі орындаған тапсырмалар бойынша өздерің бағалаңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.